Армысыздар, Уақыт ТВ YouTube арнасының көрермендері. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Жұлдыз жорамал ақпан айына не дейді? Тоқтылар үшін ақпан айы маңызды ай болмақ. 2023 жылдың ақпан айындағы жұлдыз жорамал былай дейді. 18 ақпанна күннің суқұйғыштан балықтарға ауысуы және 11 ақпанда Марс пен Хирон әсер етеді. Тоқты өзін сенімдірек және тыныш сезінеді. Жұмыс жобаларында кешігулерден, интригалардан және қысымнан аман өтуі оңай. 20 ақпанда Венераның тоқтыға ауысуы қарым-қатынастың кикілжіңді күшейтеді деп топшылайды. Сондықтан көпшіліктен аулақ болып, иммунитетіңізді күшейтіңіз. Торпақтар ақпан айында тәуекелге барудан еш қорықпайды. Қорқынышты жеңу мен бойдағы еркіндік табысты стратегия болмақ. Жағдайда бақылау жасау және оны басында жүзеге аспаған жоспарларды соңында жеңіл қабылдайды. Қателерін түзетіп, қаржылық мәселелерді шешуде табысқа жетеді. Бірдеңені бүлдіріп алмау үшін турашылдық пен өзін керісінше нәзік әрі шыдамды ұстау. Егіздер ақпан айында серіктестер мен махаббат табуға жол ашылады. Астролог мамандардың айтуынша, Салли Кригман романтиканың күшеюі 15 ақпанда Венера мен Нептунның қосылуына әсер етеді дейді. Сондықтан қызмет кеңістігінде жол ашатын жаңа ақпараттар белгілі болмақ. Кәсіп өкілдері мен ғалымдар көптеген жетістікке жетеді. Бірақ өзіңізді гормоналды және эмоционалды фоныңызды бақылағаныңыз абзал. Себебі бұл айда біраз жетістіктер сізді күтіп тұр. Шаяндар үшін ақпан айы іскерлік пен белсенділікке толы. Қарым-қатынас тұрғысынан қатты үміт күтпеңіз, десе де рухани жақындасу болып, серігіңізбен келіспеушілік жойылуы мүмкін. Көңіл-күй мен денсаулық жақсарады. Сондықтан жаттығуды кесте бойынша жасап, көңіл көтеріңіз. Және әдеттегіден де көп жауапкершілік мойныңызға алатын болсаңыз, қаржы мен беделді нығайта отырып тәуекелге барасыз және ешқашан жаңылыспайтын болады екенсіз. Арыстандар ақпан айында эмоционалдық жағдайы оң әсер етеді. Ол өзін-өзі талдау арқылы түбегейлі өзгерістер мен кезеңдерге тап болады. Бұл жұмыстың, кәсіптің, романтикалық серіктің және өмірлік жоспардың өзгеруіне әкеледі. 5 ақпанда Арыстандағы айдың толуы пікірлес адаммен кездесуге көмектеседі. Мансап мәселелерімен ақпанның екінші жартысында айналысқаны дұрыс. Денсаулық пен қаржы қиындық тудырмайды. Белсенді еңбекқор болыңыз және бір қадам болса да артқа шегінбеңіз. Бикештер, астролог Маресса Браун 5 ақпанда Арыстандағы айдың толуы аян беретін түс көру мүмкіндігін береді деп есептейді. Жұмыс барысында кішігірім кикілжің, даулар мен бәсекелестік болғанымен, адамдар арасындағы сөздер арқылы шешуге болады. Шыдамдылық танытсаңыз, қаржылық тұрақтылыққа қол жеткізесіз. Ақпан айында денсаулығыңызға кінәрат болмайды. Таразылар үшін 20 ақпан Венера тоқтыға ығысқан кезде таразылардың қарым-қатынастағы жай-күйі наразылыққа және белсенділікке толы болады. 2023 жылдың ақпан айында жер өкілдерін махаббат романдарынан басқа қаржы, қызмет және кәсіпте сәттілік күтіледі. Жұлдыздар ұзақ сапарға шығуға кеңес бермейді, бірақ қала сыртына демалуға болады. Таза ауада серуендеу иммундық жүйені нығайтады және өзін-өзі дамыту үшін ресурс береді. Сондықтан демалып өзіңізге көңіл бөлгеніңіз абзал. Сары шаян. 2023 жылдың ақпан айы сары шаян махаббат пен отбасы мәселесінде жағымды сәттер күтіп тұр. Үйге қажетті заттар алып, жоспарды өзгерту қажет. Мұндайда романтикалық кеш ұйымдастырыңыз және бар мәселені сол сәтте шешіңіз. Суық тиіп қалмас үшін және қыстың соңын жақсы аяқтау үшін зімбір шайы мен дәрумендер ішіңіз деп айтады жұлдыздар. Мергендер ақпан айында жұмысына бар ынтасымен кіріседі. Нәтижесінде қаржылық жағдайы жақсарады, мансап жолында өседі. Әріптестері мен басшылық тарапынан құрметке ие болады. Сүйіспеншілік пен романтикаға әлі де күш-қуаты, құштарлығы бар жандар махаббатын табады. Ал қуат көзі мен тартымдылықты сезіну үшін 15 ақпаннан бастап диетаға отырғаныңыз абзал.
Тауешкілер ақпан айында ақылға қонымсыз дүниелерді жасаудан аулақ болуы керек. Қаржыңыз бен денсаулығыңызды бақылауға алыңыз. 15 ақпанға дейін іс-сапарға шығуды жоспарлағандар табысқа жетеді, ал айдың соңғы аптасы демалыс үшін қолайлы. Сондықтан әйелдер сыртқы келбетін жақсартуға назар аударғаны жөн. Су құйғыштар үшін ақпан айы қаржы, мансап және өзін-өзі дамыту жағын ретке келтіру керек. Ақпан айында осыған қатысты мүмкіндіктер болады. Керемет көңіл-күй, табиғи сүйкімділік және харизма мен ақша беделге ие болуға көмектеседі. Басшылықтың сенімін артатын, балаларға және хоббимен айналысатын уақыт табылады. Балықтар үшін ақпан айында өз-өзінің сыртқы келбетін өзгертуге кеңес береді. Шашыңызды қиып, қарым-қатынасқа шынайылық сыйлаңыз. Серігіңізге ешқашан қысым жасамаңыз. Демалып, денсаулығын жақсартқысы келетін жандар моншаға, саунаға, бассейнге бару керек. Ай өте белсенді, әрі оның нәтижесі өзіңіз жасаған үшін мақтауға тұрарлық болып өтпек. Жұлдыз жорамалды күн сайын шығарып отыратын боламыз, сондықтан каналға тіркеліп, өзіңіздің жай-күйіңізді анықтаңыз.